Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпірі, қыл көпір» атты шығармасынан оқып бермекшімін. Бұл әкеңнің марпа ма, әлде шошқа ма деп оразбақ аңтарылып тұрып, тоқта деді. Алдынан көше жақтан Марфа қылымсып, қылаң бергендей көрінді. Оразбақты желік қысты. Марпа, әй Марпа, сен жәксі Марша деп көшеге шықты. Генерал Черняев жүріп өткеннен бері жасап келе жатқан зипа теректерінің жапырақтары суылдап, арықтан су сылдырлады. Марпажан, тоқта, мен оразбақ болыс, саған не керек, бәрін жасай әләмін деп оразбақ шуылдаған жапырақтарға қарап еді. Аспаннан тағы да жымыңдаған жұлдыздар, тағы да толықсыған ай көрінді. Көшенің бас жағынан қылымсып, қылаңдап Марфа көрінгендей болды. Марпа, тоқта, мен оразбақ бөлес. Оразбақ әлгі елеске қарай ентелей түсті. Дауыл шайқаған қайықтай көшенің о бетіне бір, бұ бетіне бір шығып кетіп, сеңдей соғылып келе жатып, Корниловканың бүкіл ит біткенін шуылдатты. Небір алып-соқ, апайтөс төбеттер болысты жан-жағынан қаумалап жүгіргенімен бас салуға батпай жанамалап сыбап келеді. Масты ит қаппайды деген сол болса керек. Әрі десе батырға да жан керек. Маста болса оразбақ беліндегі салаңдаған қылышты қынабынан суырып алып, жан-жағынан қаумалаған жауды қылышпен жасқап келеді. Ит біткен шабалаған соң Корниловканың тұрғындары түн ішінде ұйқыларынан оянып, терезелерінен баспалап қарап, кейбірі аяғына қоңылтаяқ пима сұға салып, қос аузын қоса ала-мала аулаға шығып, сақтықта қорлық жоқ деп аспанға қарай тарс-тарс мылтық атып, ұры-қарыға сес қылады. Аш қырғыздар малды ұрлап кетпесін деп қораларының құлпын барып тексереді. Корниловканың тұрғындары әуелі Христосқа, онан кейін қос ауызға сиынады. Ал аш киргиздар тұрмақ. Сол аш киргиздардың болысы оразбақтың өзінде де қос ауыз жоқ. Қос мылтығы Гришканың үйінде қалып қойған. Беліндегі қылыш қынабы аяғына оралғы. Ол Марфаны іздеп келеді. Күллі әлемнің иті шулап, бүтін дүниедегі қос ауыз тарсылдаса да, ол енді ешбір тосқауылға қарамай Марфаға ұмтылады. Ал Марфа анда-санда елес беріп, көшенің бас жағынан қылмыңдап тұрғандай көрінеді. Таңертең Корниловканың тұрғындары көкіректің жексенбі базарына ағылған жұрт арықтың жағасында сұлап жатқан адамды көріп, бейшара, бұ да аштан өлген-ау деп қалған. Әлдекімдер жанына жақындап барып, жүзін жаппақ болғанда, мас болып жатқанын біліп қалып, ойбай, мынау жаңа болыс қой деген.
Енді одан жұрт қашқақтай бастаған. Оразбақтың қасынан кетпей, оның аузын бағып, құсығын жалап, жалмаңдап отырған жетім ала күшік қана еді. Бұны көрген Сауытбек ақын болыста біздің елдің қара пұшық, болысы біздің елдің қара пұшық, жүреді жұртты тонап арақ ішіп, кешегі көкіректің базарында құсығын жалап отыр ала күшік, деп суырып салғанда бұл өлең лезде шартарапқа ұшты да кетті. Ал бұрынғы болыстар, байлар әулетімен оның өңін өзгертіп, өздеріне тиімдетіп, мына пішінде таратты. Болысы большевиктердің қара пұшық, болысы большевиктің қара пұшық, елді тонап жүреді арақ ішіп, кешегі көкіректің базарында құсығын жалап отыр ала күшік. Адамның жетер жері 70-80, содан кейін боларсың жермен жексен, деп баяғы Азат домбыраға қосылып осылай жырлаушы еді. Ол кезде оған 70-80 алыс сияқты көрінетін, 70-80-ге жету де қиын сияқты еді. Адам байқұстың өмірі тым кірпияз, адам ішіп жеу. Оның өмірінде туа сала 99 бәле төнеді. Тірлікке келуің бір-ақ рет, ал өле салудың жолдары сан тарау. Салық сарының талай нәрестелері бір жасқа толар-толмаста шетінейді. Қара шешек деген жау бар, одан аман өтсең, қызылша, қызамық, көкжөтел деген тажалдар тағы жол тосып тұрады. Дәрігер жоқ, тәуіп емінің сәті кейде түседі, кейде түспейді. Нәресте ауруынан аман өтсең, ересектердің қызылқан деген қырсық жауы сірә сүзек шығар. Сүзек десе сүзек, сүзектен сүзіліп тірі қалғандар сирек қой. Ауру атаулының бәріне бой бермей шыққан жаны сірі болсаң да, ашаршылықтың шеңгелінен түссең оңбайсың. Жер сілкініп, топан су қаптаса да, алдыңнан келетін адам найзағай ойнап жай түссе де тажал. Адамға адамның қысастығы да толып жатыр. Бірін-бірі орға итерісіп жататыны болады. Не керек, адам шіркіннің өміріне қауіп көп. Ахаттың татар тұзы көрер жарығы бар екен, міне 80-ге де жеткен. Сақ 80-дегі аш адамның ұйқысы өлі мен тірінің арасындай сараң сандырақ. Сондай берекесіз ұйқыны түн ішінде әлдекім терезеге тоқылдатып бұзған. Орнынан тұрып, иығына тозған жүн шекпенін жамылып, аяғына қоңылтаяқ кебіс сұға салып, терезеден сығалап, «Бұл кім?» деген. «Мен Омармын, есік аш, жұмыс бар». «Жеті түнде не жұмыс?» деп Ахат есікке беттеген. Осы бір Құдай қарғап қойған аз ауылдың пірі сияқты болып кеткен жақсы аға едің, саған айтпауға дәтім
шыдамады, өзіңмен қоштасқалы келдім, ахат, деп дәу Омар босағаға отыра кетті. Не деп тұрсың, Омар шырағым, қоштасқаның не? Ахат құлағын қолымен қалқалап, тіссіз ерні бүрісіп, иегі дір-дір етті. Әділет жолын іздеймін. Қоқан жағынан Ергеш деген ер шығып, кедейлердің кегін жоқтап, ту көтеріпті. Соған барып қосыламын. Мұнда жүріп оразбақтың қорлығын көргенімше, әділет үшін алысып өлгенім артық. Азаттың қос иығы бүлк-бүлк етті. Ахаттың қос иығы бүлк-бүлк етті. Мына Алатаудан әрі ассам, Ергештің қолына қосыламын, кедейдің өкіметі деп, кеңірдегімді созып, өңешімді жыртып, құр босқа далақтап жүріппін. Жарылқады, мелдектедік, болдық. Енді рахмет, мен Ергешке ердім. Дәу Омар Ахат ағасымен қоштасып емес, араздасқан тәрізді. Қу тіршілікте анау дедік, мынау дедік, артық ауыз сөз айтсам, әлде қалай тілім тиіп кетсе, кешір, аха. Жас емессің, пайғамбар жасынан асып кеттің. Қайда барасың енді? Баяғыда Талғар-таудан осы Түлкібасқа жеткенше зарығып едің ғой, енді қайда сандалып барасың тағы, деп ыңырси сөйлеп ықылас бермеді. Оразбаққа тәуелді болып, соның тепкісін көргенше, аулақта жүріп өлген артық. Бұл бәрібір күн көрсетпейді. Мына баламды да ала кетемін. Біздің қайда екенімізді өзіңнен басқа ешкім білмей-ақ қойсын. Енді қайтып көрісеміз бе, көріспейміз бе, Алланың ісі. Сен де ұзатылатын қыздай сызылып отырсың. Менің жолым нейғабыл, бұл ит тіршілікте көрісе алмасақ, шын дүниеде көрісуге жасаған. Дәу Омар әруақтай ақ шалды бауырына қысты. Қанша ардың-күрдің айғайшыл, қодаршыл болса да, туысқан шіркін қиын екен. Ахат Омарды қимай, оның кең құшағынан шыққысы келмей, аш кенедей жабысып қалды. Азбен еркектің иісі қаңсық кеңірдегін жарып жібере жаздағанда, жатырқамай қайта иіскегендей бауырластықтың сезімі оянып, соңқылдап тұрып жылады. Баяғыда Алматының көк қақпалы түрмесінің алдында Рысқұлмен осылай қауышып қоштасқаны есіне түсті. Ол соңғы қауышу еді. Мынау да сондай соңғы қауышу болды-ау деп қиналды. Омар да пенде, ол да жасын, кірпігі жасқа быланып, ағасын арқасынан сипалап жатыр. Құшағына әрең ажыратты. Жаман да болса келініңіз ғой, қатыным қалып барады. Егер аштан өлер болса, шаман келсе иман үйіре сал. Ал осы жылдың жүзінде менен бір хабар болмаса, өлгенше маған анда-санда бір мезгіл дұға арнап қой, сауабы тиеді, деді. Омар даусы дірілдеп. Ақыр байдың баласы аштан өлген деген екен. Бейбақ ата-бабамыз Әлімбек батырдың заманында
кімсің сәлік сары едік, енді қырғи тиген торғайдай тоз-тоз болдық. Ұшпаққа шыққан жалғыз ұл бізге қол ұшын бермеді. Қайтейік, әлгі Тұрарды айтамын. Тұрарға тіліңді тигізе көрме жарқыным, деп Ахат тез қатая қалды. Тұрар жалғыз сәлік сарының ұлы емес, жалпақ халықтың ұлы. Ахаттың Тұрарға пәруана берілгеніне риза болмай, дәу Омар үнсіз-түнсіз бұрылып табалдырықтан аттады. Табалдырықтан биік тау жоқ, ағайыннан артық жау жоқ, деді ішінен Ахат. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.